2001 жылы Семей уезінде тергеуші болып қызмет еттім. Күз уақытылы еді. Өзім Қараған аудандағы елдерді аралап жүріп, Қызыл Адырға келсем, ауылдан биі жолда сессия құрып жатыр екен. Халық есепсіз көп жиналған. Семей уезінің 7-ші болысынан Қарқаралы, Өскемен сықылды өзге уездерден, тіпті Жетісудың Аякөзінен де мал даулап, ақы сұрап келгендерден бар екен. Жолдас Семей уезінен қызметке жақсы, ұрыға рақымсыз атанған билердің бірі саналатын. Жұмыстың көптігінен қының басы қатып, дамыл көрмей, мезгілінен тамақ ішуге де уақыты болмай, ертеден қара кешке дейін сөйлеумен даусы да қарлыққан екен. Жиналысқа тіккен үйдің бірінде біз де келіп түстік. Қандай жұмысты қандай адам, тергеуші ме, би ме, қарайтынын білмейтін, өздері неше күнде кезек тимей сарғайған елдерді, алыс сот маңайындағы ауылдарды қону, түстенумен әбден мезі қылып жексұрын болған даукестер мені көрген соң, тағы бір төре келді деп сыйғаны үйге кіріп, сыймағаны үйдің жабдығынан дауыстап: «Тақсыр жолдас, арызымыз бар. Пәлен күннен бері бізге есе тимей жатыр» деп әркім өз басындағы мұңын шаға бастады. Халық соншалықты көп. Бұл елге біз келе жатқанда Жолшыбай сот арқылы өндіріп алдық деп талай мал айдап бара жатқанды көргенбіз. Әлі де болса лек-лекімен біреулер келіп жатыр. Жұмысы біткендер кетіп жатыр. Осынша көптің жұмысын законшілер бітіремін деген сот сол ауылда 2 жыл жатса да бітетін емес. Ол кезде әлі қылмыс заңдар шықпаған. Сот қызметкерлері істің ақ-қарасын төңкерісшілдік арымен, социалистік сана жолымен ғана айыратын жақ. Жолдасқа ат салысып, көмек көрсетіп, мен сол арада 3-4 күн болғанмын. Міне, содан бері 4 жыл өтті. Қазіргідей заманда бұл аз уақыт емес. Содан бері талай кемшіліктер түзелді. Бірақ ұлы мақсатты тілектердің бірі, әйел теңдігі, әлі де көңілдегідей жүзеге асқан жоқ. Бұған себеп елдің сүйегіне сіңген 2 әдеттің әлі күштілігі: әйел табының көзі ашылып жетпеуі, бостандықтың қадірін анық білмеуі, ел ішіндегі соттардың салақтығы, олақтығы, тағы-тағылар. Қара басының бостандығын көксеген әйел жігерлі болса, қазақ ішіндегі соттар қатаң қызметін біліп істеп, жолдан таймайтын болса, әдет құрып қанша күшті болғанымен жоғалмасқа шарасы жоқ. Бостандық дегеннен есіме түседі. Сол жолы бір қыз көрдім. Осы қыз 7 аудан сотына арыз береді. Ата-анасы жастай қалың мал алып, біреуге атастырып қойғанын, енді бойжеткен соң күйеуі жаман екенін біліп, оны сүймейтіндігін баяндап, басына бостандық сұрайды. Сот қызды шақыртады. Қыздың әке-шешесі, туысқандары бәрі шұбырып бері келеді. Бәрі қызға жабылады. Арыз бергенім жоқ, бұрынғы күйеуіме баруға ризамын деп үйретеді. Әсіресе әкесі қызына өлердегі сөзін айтады. Көзінің аққан сорасы сақалын жауады.
Шешесі әлпештеп өсірген ақ сүтін емізгенін дос аз, дұшпан көп, жұрт алдында масқара қылса, пәленшенің қызы кетті деген атқа ұшыратса, екі дүниеде де риза еместігін, ақ батаны бұзса көсегесі көрмейтінін айтады. Ағалары біресе зекиді, біресе жалынады. Қысқасы, бәрі жабылып қыздың басын даң қылады. Бәрі де қыздан сот жауап алғанда бірге болады. Ақырында қыз бейшара әке-шешесін аяп, сот алдында мен арыз бергенім жоқ деп шығады. Қыздың хат білмегендігі үшін арыз жазып қол қойған. Сол қызды алмақ болып жүрген сүйген жігіті Бекіш екен. Енді сот біреудің қызын халық алдында масқара қылғанын тексеру, айыпкерді жауапқа тарту үшін қаулы жазылып, сол арада қолма-қол маған тапсырады. Қызды шақырттым. Әке-шешесі, жақындары тағы шұбырып ерігеді. Қызық. Көрушілер іргеден, жабықтан сығалап, тыңдап, бір-бірін итермелеп, түйе түскенде үйді қиратып барады. Бойжеткен әдемі зәулім қыз. Басына түлкі тымақ киген, белін буынға буынып алған. Қыздың тымақ кигенін топ ортасында жалғыз әйел болып көзге түспейтін деп ұялғаннан істеген ғой деп ойлауға да болады. Белін тас қылып буынғаны үйден шыққанда-ақ тәуекелге бел байлап аттанғандығын білдіргендей болып көрді. Түсі қашқан, көңілін қайғы басқан мұңды қыз келіп отырғаннан кейін қанша сездірмейін десе де еріксіз күрсініп жібергендігі байқалып қалды. Шешесі сапты қамшыны таянып, сұрланып ішінен: «Қане, жүзі қара, бірдеме деші» дегендей қолайсыз бір сөз айтса, үстінен қона түскендей болып, көзін айырмай қыздың қарсысына отырды. Әкесі сот алдындағы жауаптан кейін көңілі жайланғандай, сөйтсе де сақтықта қорлық жоқ дегендей қызының жоғарғы жағынан орын алды. Халық көп, жұмысы бар да, жоқ та анталап қарап тұр. Тергеуші ашпастан бұрын қызды тағы да қыз танымайтын бөтен елдердің 3-4 адамын алып қалып, бастығы қыздың әке-шешесі қылып, жұрттың бәрін шақырдым. Үйдің маңайына жақын жолатпайтын қылып қызбен сөйлестім. Бостандық сұрап, сотқа арыз беріп пе едің дегенде қыз төмен қарап, бөгеліңкілеп ақырын жоқ деді. Әке-шешең біреумен құда түсіп күйеуге бергені, ол күйеуіңді жаратпай бостандық сұрауың рас болса, енді бүгін сот алдында ата-ананың көңіліне қарап, соларды ренжітпеймін, жұрт алдына төмен қарамаймын деп қазақшылық танытып отырған болсаң, енді сенің атыңнан арыз жазып, сен үшін қол қойып отырған жігіт сотқа тартылады. Мен қазір оны шақырып жауап аламын, абақтыға жөнелтем. Ол жігіт сүйгенің болса қалса, оны аямайсың ба? Өзгелердің көңіліне қараймын деп, бұрынғы күйеуіңді жек көретінің рас болса, өз өмірің қайғыда өтпей ме? Шыныңды айт. Қазіргі заман бостандық заманы. Енді бұрынғыдай әйелді ешкім зорлай алмайды. Сүйсең, соған барасың, деп бір сыпыра сөз сөйледі. Келгеннен төмен қарап үндемей тыңдап отырған қыз есік жаққа бір қарады да басын көтеріп алып, тура маған бұрылып, арыз бергенім рас деді. Бұл сөзді нағыз қылып, басымды біреу кесіп алса да дегендей қажырланып айтты. Қыздың шынын айтқызғанына, сауабына қалғандай болғаныма мақтанғандай кісідей мен күліп жібердім. Мына сот сұрағанда неге арыз бермедім дедің?
енді ертең тағы біреуге арыз бергем жоқ деп жүрсең қалай болар екен дегенімде, қайтейін, ол кісі сізше сұраған жоқ, көзі жәудіреп, жұрттың бәрі анталап тұрған соң деп қыз да күлімсірегендей болды. Мен сырттағы кісілер үйге кірсе де болады дедім. Баяғы қауым адам таласа тармаса қайта келді. Шешесі тағы маңағыдай қызының алдына қамшысын таянып келді. Шаншыла келіп отырды. Мен елді жұрттың көзінше жауапты қыздан ресми түрде жазып алуға тырыстым. Басыңызға бостандық сұрап едіңіз. Сотқа арыз бергеніңіз рас па? Бердім. Бергенім рас деп қыз жігерленіп, бастырмалатып 2 рет жауап қайтарды. Қыздың шешесі қаны қашып, көзі жаудырап, қызын жеп жібере жаздап, алда, бетпағай, 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 не бетімді айтайын бетпағай деп тас-талқан болып, жолында отырған адамдарға сүріне қабына үйден шыға жөнелді. Көпісінің етегі салбырап, Құдай төбеңнен ұрды дегендей кебісін киді де ұмтылып бәйбішесінің соңынан ұсқыны қашып бай шықты. Сөйтіп қыз бостандық алды. Арманына жетті. Сүйгенімен кетті. Ата-анасы бала қанша жақын көрсе де, қанша сыйласа да, тірлікте адамның азаттығынан артық еш нәрсе болмайтындығын, ол азаттыққа өзге түгіл ата-анасы қарсы келсе де еш нәрсе айыр бастамайтындығын осы қыз сол жолы жиналған жұртқа айқын көрсетті. Міне, әлі күнге шейін қараңғылықтан шыға алмай, азаттық қадірін ұға алмай жүрген қазақ әйелдеріне әлі де болса үлгі алуға сол қыз жарайды. Әттең, сол қыздың атын ұмыттым. Қызақ еді. Оқыған Әсия Ерболқызы.